Әр адамда ана жалғыз. Жалған дүниенің екінші рет қайтып келмейтінін, біреудің бірнешеу болмайтынын түсінсеңіз, анаңызға жақсылық жасаңыз. Ананың көз жасын күлкіге, мұңын қуанышқа айналдырып, жабырқаса жұбатып, сағынса қасынан табылыңыз. Ол міндетіңіз. Бірақ осыны біз дер кезінде, дәл сол уақытында біле бермейтініміз өте өкінішті. Бүгінгі кейіпкерімізде бойындағы бар жақсылықты асыл анасының ақ сүтімен дарытып, шуағына жылынып, құшағында мейірім алып өскен ерке қыз болатын. Анасы әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан еді. Ол өзін өзі ұмытып, барлық күш-жігерін перзентіне жұмсайтын. Сол арқылы ананың жаны нұрлана, нәрлене түсетін. Өмір бойы басына қандай қиындық түссе де, жалғыз қызына қабақ шытып, реніш білдірген сәтін көрмеген Бақыт Бегеноваға анасы үнемі қасында жүретіндей көрінетін. Бірақ ол қатыгез тағдырдың адамға салмағы батпандай азапта арқалатып қоятын кездері де болатынын аяулы анасынан айырылып қалған сәтте ғана түсінді. Әттең, кеш. Бүгінде өкініш өзегін өртеген Бақыт Бегенова, егер өмірім қайта айналып келсе шіркін, дейді көкірегі қарс айырыла. Ол жастықпен, түсінбестікпен бой алдырған қателігі басқаға сабақ болсын деген ниетпен жүрек сырымен бөлісті. Менің ана Муслима Ильясова өмірде қиындықты көп көрген жан, бірақ өзінің көзі тірісінде көрген қиындықтары, өткен өмірі жайлы маған тіс жарған емес. Ондағысы менің жұдырықтай жүрегімді жаралағысы, мүмкін өткенді есіне алғысы келмегені болар, ол жағы беймәлім. Көз алдымда анамның аққұба әдемі жүзінен жылылық шуағы себелеп, жанарынан мейірім төгіліп тұратын, өмірге риза, сондай бақытты кейпі ғана сақталған. Қазір ойлап отырсам, халық жауының әйелі деген айдар тағылып, жастық ғұмырының 10 жылын Алжирде өткізген анам үшін бостандықтағы әр күні жұмақтай көрінген де шығар, кім білсін. Менің балалық шағымнан есімде қалған бір көрініс, анам милиция киімін киген кісіден қатты қорқатын, олармен кездеспеуге тырысатын. Анамның алғашқы отасқан жары Анас Ильясов Есіл ауданының Еңбек ауылына қызмет бабымен келеді. Ол кезде Анас Ильясов Петропавл округі оқу бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметінде екен. Анас Ильясовтың көзі бірден анама түсіп, екеуі 1928 жылы отбасын құрып, 10 жылдай тату-тәтті өмір сүрген. Атана атанып, бала сүйеді. Анас қазақ ауылынан шыққан жарының қала өміріне тезірек сіңісіп кетуі үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды. Алдымен зайыбын тігіншілер курсында оқытады, табиғатынан зерек анам курста оқып жүріп, орысшаны тез үйреніп алады. Кейін педагогикалық техникумды бітіріп, бастауыш сыныптарда сабақ береді. Алайда олардың бақытты өміріне бір-ақ күнде балта шабылып, отбасының отағасына халық жауы деген қара күйе жағылып, ұстап әкетеді. Анас Ильясов бұл кезде ақын педагог Мағжан Жұмабаев ұсталғанға дейін басшылық еткен педагогикалық техникумның директоры қызметін атқарып жүреді. Анастан сол кеткеннен хабар болмайды. Анам қанша ізденсе де еш нәтиже шығара алмайды. 1938 жылы халық жауының зайыбы ретінде оның өзі қамауға алынады. Осылайша халық жауының әйелі алдымен 5 жылға сотталып, Алжирге, яғни отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагеріне тоғытылады. Шартты мерзім аяқталып, лагерден енді шығамыз ба деп жүрген үміттері тағы үзіледі. Өйткені соғыс жүріп жатқанда халық жауларының әйелдерін бостандыққа шығаруға болмайды деп тағы 5 жыл қосып, олар сол жерде жұмысқа қалдырылады. Анам осылай 1938-1948 жылдар аралығында жазықсыз жазаланып, азапты 10 жылын Алжирде өткізеді. Онда күйеуінің еш кінәсіз екендігін айтып, ізденбекші болған. Жоғарғы сотқа талай шағымданып хат жазады. Бірақ бұдан еш нәтиже болмай, хаттары құмға сіңген судай із-түзсіз жоғала береді. Анам лагерден босап шыққан соң да өзіне таңылған халық жауының әйелі деген аттан арыла алмады. Анас Ильясовтың ұсталысымен атылып кеткені халық жаулары ақталғаннан кейін ғана белгілі болды. Анасқа қатысты іс қылмыстық құрам жоқтығынан 1957 жылғы 6 желтоқсанда тоқтатылып, ол көзі жұмылғаннан кейін 20 жылға жуық уақыт өткен соң ғана ақталды.
Одан туған қыздары Ләйла мен Ғалия әке-шешесі жазықсыз жаза тартып жүрген кезде ауырып дүние салады. Осылайша сталиндік солақай саясат бір отбасының ойранын шығарып, шаңырағын ортасына түсірді. Анам абақтыдан босап келген соң басынан өткен жағдайды өзінің құрбысына сыр қылып айтқан екен. Бұл әңгімені құрбысының қызы Дәметкен Айтбаева естіп, бертін келе маған айтып берді. Ондағы әйелдер ауыр жұмысқа жегіліп, аш-жалаңаш суық барақта тұрған. Анам лагерде болғанда егісте еңбек етіп сабан жинаған. Бұл жұмыста болғандардың бір жақсы жері күн суық болса да олар масақ теріп, бидай қуырып күн көрген. Ал барақтардан шықпай тігіншілікпен айналысқандардың күні тіпті ауыр болыпты. Олар аштықтан тамақ таба алмай шіріген картоптың қабығын қорек қылады. Адам итжанды деп тегін айтылмаған ғой. Осындай жан төзгісіз жағдайды басынан өткерген анам қиындықты қайыспай көтерді. Бірақ көрген азап еттен өтіп сүйекке жеткен суық денсаулыққа әсер етті. Сонда да ол өмірден еш түңілмеді. Елге оралғаннан кейін ғана менің әкем Естекенмен кездесіп, соған тұрмысқа шығады. Халық жауының әйелін алғызбаймыз деп әкемнің туыстары қарсы болады. Бірақ әкем, мен мұсылманы аламын, бір күн тұрсам да осы әйелмен боламын дейді. Осылайша анам бұрынғы әйелі қайтып, бірнеше баламен қалған әкеме тұрмысқа шығады. Мен туып, атымды анам Бақыт деп қояды. Әкемнің бұрынғы әйелінен қалған Мариям мен Нағима есімді қыздарын да анам өз бауырына басып өсіреді. Мен оларды өзімнің туған әпкелерім деп келдім. Қазір олар да дүниеден өткен. Әкемнен ерте айырылдым. Анамның қолынан бәрі келетін 5 аспап шебер кісі еді. Әкемнің жоқтығын сездірмеді. Үстіме киімді де өзі тігіп, тоқып беретін. Арманым дәрігер болу еді. Мектепті күміс медальмен бітірсем де, денсаулығы жоқ анамды жалғыз тастап кете алмадым. Петропавлдағы педагогикалық институтының химия факультетін үздік тамамдадым. Ол кезде қай жерге жібереді, сонда жұмыс дейсің. Мамлют ауданында ауылдық мектепте бірнеше жыл қызмет етіп, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болдым. Одан институтқа шақырту алып, осында оқытушы болып ауыстым. Бірақ онымен қанағаттанбадым. Ғылыми жұмыспен айналысып, өзімнің білімімді дәлелдегім келді. Анам менің жолымды кеспеді. Өзі жалғыз қалса да менің оқуыма бөгет болмады. Зымыран уақыттың қалай өткенін де байқамай қалдым. Жас күнінде тастап кетуге қимаған анамды 70-ке келгенде жалғыз қалдырып, Алматы Қазақ мемлекеттік университетіне тағылымдамадан өтуге кеттім. Оқу оңай болған жоқ. Анам өзінің аузынан жырып, зейнетақысын салып тұрды. Ол кезде қазіргідей телефон жоқ. Екеуміз хат жазысып, айлап жауап күтеміз. Екеуміз екі жақта болғандықтан тезірек мұндағы жұмыстарымды аяқтауға асықтым. Өзімді аямай, күн-түн демей жұмыс істеп, барлығын үздік тапсырдым. Ақша керек болған кездері қарттарды күтуге де барып жүрдім. Осылайша 1 жылды өткізіп демалысқа келдім. Мен келгенде анам сап-сау болатын. Кетер кезде дәрігерге көрініп денсаулығын тексерттік. Бәрі жақсы болды. Кері қайтуға билет алып қойғанмын. Анама дәрі-дәрмегін алып келуге дәріханаға жиналдым. Ол мені маңдайымнан сүйіп шығарып салды. Бұл оның маңдайымнан соңғы рет сүйіп тұрғанын білсемші. Анамның дәрісін жақсы көретін иіс майын алып үйге келсем, ол есікті жауып алыпты. Әкем салған жерде тұратынбыз. Үйге кіре алмай көршілерден сұрасам, жаңа ғана далаға шығып жүрген дейді. Терезеден қарасам, анам диванның жанында жатыр. Көршіміз есікті терезеден кіріп ашты. Үйге кірсек, газда палау пісіп тұр. Анамның қан қысымы көтеріліп кетуші еді, сол түбіне жетті. Анам сеуіп жүрсінші деп алған иіс майым оны арулауға жұмсалды. Міне осылай анамның көзі тірісінде өзімнің бір биікке шыққанымды көрсетем деп, ғылым, мансап қуып жүріп, өмірдегі ең асыл қазынамнан қас қағым сәтте көз жазып қалдым. Оған еш жақсылық жасай алмадым. Анам менің ғылым жолында жеткен кандидаттығымды да, докторлығымды да, алған марапаттарымды да, жалпы жетістіктерімнің бірін де көрген де, білген де жоқ. Қазіргі күні жүргізген зерттеулерім туралы жазған 95 ғылыми еңбегім, монографиям, КСРО кезіндегі өнер табысым үшін алған 5 авторлық куәлігім, Қазақстан Республикасының 3 патенті және 8 инновациялық патентім, алған марапаттарым бар. Алайда
Анама керегі менің ғылыми атақ дәрежем емес, жалғызының тұрмысқа шығып отбасылы болғаны, менің балаларымды сүйіп, әйел бақытын сезіну еді. Мен болсам кезінде көк етектіні менсінбей, көк етікті кездеспей жүріп, уақытты өткізіп, анамды осы бақытты сезіну мүмкіндігінен айырдым. Бүгінде анамның алдындағы перзенттік парызымның бір жұрнағын болсын өтеу үшін бар қолымнан келгені, оның өзі тіккен киім-кешегі мен тоқыған шәлісін, басқа да үйде сақталған заттарын өзі болған жерде ашылған Алжир мұражай кешеніне апарып тапсырдым. Жыл сайын репрессия құрбандарын еске алу күнінде сонда барып, анамның басына зиярат етіп қайтамын. Өмірімнен түйгенім бәрінің өз уақытымен болғаны абзал. Бұл жалғанда ештеңеде мәңгілік емес. Алладан үкім келген күні, ерте ме кеш пе бәріміз айтып келмейтін ажалдың құрығына ілігеміз. Мәңгілік сапарға аттанамыз. Қамшының сабындай қысқа ғұмырымызда бір-бірімізді, ең бастысы ата-анамызды тіршілікте құрметтеп, әр сәтімізбен минутымыздың қадірін біліп, ештеңені ертеңге қалдырмай, осы шақта қазіргі күнмен өмір сүріп, оны мәнді әрі өкінбейтіндей етіп өткеніміз абзал. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да қарызынан құтылмайсың деген сөз бар. Ананың алдындағы парызыңды орындай алмасаң, бұл дүниеде бақытты өмір сүре алмайсың. Иә, ана жайлы жырламаған ақын да, жазушы да, сазгер де жоқ шығар. Ана деген сөзді естігенде елең етпейтін жан жоқ шығар сірә. Ана баласының бақытын, қуанышын аңсайтын жан. Сәбиді өмірге әкелгеннен бастап 4 ұйқысын 4 бөліп, дамылсыз қамын жасап жүреді. Баланың тезірек аяққа тұрып, адам болып кеткенін тілейді. Ал біз осыншама бақытқа баулып жүрген ананы сыйлап жүрміз бе? Баламның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін дейтін аналарымызды бар кезінде бағалайық, оқырмандарым. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.